Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Назерке Бауыржанқызы. Бүгін сіздермен ең тиімді 3 әдіске тоқталғым келіп отыр. Бұл әдістер жаңа сабақты бекітуге арналған әдістер болып табылады. Біріншісі алдын ала берілген атаулар әдісі. Жалпы ережесіне тоқталатын болсақ, мұғалім сабақ барысында жаңа тақырып бойынша тақтаға бірнеше атау, яғни терминдер жазып қояды. Оқушыларға олардың мағынасы, мазмұны және өзара қатынасы мен байланысы туралы ойлануын сұрайды және оны оқушылардан сұрайды. Бұл жұмысты оқушылардың жеке, жұппен немесе шағын топ ішінде ауызша яки жазбаша орындалуы ықтимал. Содан кейін мұғалім бірнеше оқушының ойы мен пікірін тыңдап, жаңа сабақты ары қарай өзі түсіндіріп, жаңа тақырыпты ашатын болады. Бізде келесі әдіс түртіп алу әдісі. Жалпы бұл әдісті тыңдалым дағдысынан кейін орындатқан өте ыңғайлы. Ережесіне тоқталатын болсақ, тыңдалым дағдысы тыңдатылады, ең құнды деген ақпаратты түртіп отырады. Неге түртіп алғанын, қандай ақпараттарды жазғанын топта талқылайтын болады. Бұл бізде жаңа сабақты ашуға өте тиімді әдістердің бірі. Келесі әдіс бізде суреттер сөйлейді әдісі. Ережесі мұғалім сабақ барысында жаңа тақырып бойынша тақтадан бірнеше суреттер көрсетеді. Берілген суреттер бойынша ой қозғап, не туралы екенін оқушылар жазатын болады. Оқушылар тақырыпқа сай көрсетілген суреттерді бір-бірімен байланыстыра отырып, жаңа сабаққа қандай қатысы бар екенін өздері ойлап табады.